Солтүстік қазақстандық шекарашылар Ресейге қашып кетпек болған қылмыскерді құрықтады. Қолға түскен 35 жасар Қазақстан азаматы болып шықты. Сондай-ақ 2 айдан бері адамға қастандық жасамақ болды деген күдікпен Ақмола облысының Щучинск аудандық ішкі істер бөлімі қызметкерлерінің іздеуінде жүрген екен. Маусымның 26 күні күзетшілікте жүрген 20-32 әскери бөлімінің аға техника арқасына қара сөмке сынған 35 жастар шамасындағы азаматты байқайды. Ол шекараны жаяу кесіп өтпек болған. Обнаружили пешего одного человека. Біз қайындардың ішінде қасындағы 3 серігіммен күзетшілікте отырған болатынбыз. Орманнан жалғыз қарайған адам назарымызға ілікті. Біз жағдайды заставаға жеткізіп, қашқынның шекараға дәл 30 метр жақындауын күтіп отырдық. Құжаттарын тексере келе ақмолалық азаматтың кісі өлтіруге әрекеттенген деген күдікпен іздеуде жүрген анықталған. Данный гражданин. Біз қолға түскен азаматты заставаға әкеліп құжаттарын тексергесін іздеуде жүргенін анықтадық. Адам өлтірмек болып әрекеттенген ақмолалық бұл жерге дейін таксимен жеткен. Бүгінде шетел асып кетпек болған азамат Ақмола облысы Щучинск аудандық ішкі істер бөлімінің қызметкерлеріне тапсырылды. Ему было предъявлено обвинение. Азаматқа Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 106 бабына сәйкес айып тағылып отыр. Онымен қоса 514 бап бойынша, яғни мемлекеттік шекарадан заңсыз өтпек болғаны үшін жазаға тартылады. Сондай-ақ 10 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынды. Бүгінде аталған аудандық ішкі істер бөлімінде тергеу жұмыстары жүргізілуде. Жыл басынан бері шекарада мұндай оқиға осымен екінші рет тіркеліп отыр. Тоқтар Ғалым, ақпарат.